Қазір Бүкілодақтық денсаулық сақтау ұйымының бағдарламасы бойынша балалардың аяқ-қолы бос жатуы керек. Себебі бесікке бөлу баланың нерв жүйесіне әсер етеді және сүйектерінің дұрыс өсуіне кедергі болады. Тіпті жаялыққа қол-аяғын қатты байлауға болмайды. Қазіргі күні мамандар балалар еркін, аяқ-қолын созып, жерде немесе манежде жатуы керек деген тұжырым жасады. Батыр Баукең бесік жырын тыңдамай өскен ұрпақтан қорқамын деген еді. Осы сөздің мағынасына терең бойлап көрдіңіз бе? Көшкен елдің жұртында есігі қалса да, бесігі қалмайтын қазақтың ұрпағы едік. Шаңырағы мен бесігін арқалай жүріп, арқадан асатын ардақты жұрттың асылдың сынығы болудан неге қашамыз? Бүгінгі заманауи жаңарған жұртшылық бесіктен безінген бе деп ойлайсың кейде. Бесік қазақтың ежелден атадан балаға мұра болып келе жатқан мирасы іспетті. Ол өмірге жаңа келген сәбидің ақ отауы. Ал бесіктің құрылымы балаға гигиеналық тәрбие беруге лайықталған, әрі алып жүруге жеңіл, ықшам және берік. Ол баланың тазалығына өте қолайлы. Өйткені арнайы қойылатын түбек пен шүмек баланың дәретін жаймай, таза әрі ұзақ ұйықтауына қолайлы. Бесік жабдықтарына бесік, көрпе, жөрге, қолбау, тізебау, жастық, бел жастық, тізе жастық дайындап, үкі тағып, әрлеп, жабу тіккен. Ата-бабамыз бесікті қасиетті, құтты мүлік деп есептеген. Мұны Төле бидің мына бір әңгімесінен байқауға болады. Жоңғарлар шапқыншылығынан соң тоз-тоз болған ел таулы жаққа қарай босып, үдере көшкенде екіқабат келіншек бос бесікті арқалап бара жатқан көрінеді. Сонда Төле бимен қатар келе жатқан кісі мына бейшараның көрпе жастығын тастап, бос бесікті арқалап келе жатқан-ай дегенде Төле би баланың бесігі кең дүниенің есігі ғой деген екен. Бесікке баланы саларда қазақ өз дәстүрімен, өз жон-жоралғыларын орындап, той жасайтын болған. Оны аластап, бесікке салар той жасап, тыштыма салтын жасайды. Бесіктің төбегіне тәтті кәмпиттер салып, балаларға сол жерге жиналған тойшыл қауымға үлестіріп, бөліп беретін болған. Бесікке салу рәсімі ұлын ұяға, қызын қияға қондырған ауыл ішіне сыйлы қарт әжеге берілетін болған. Бала бесікке бөлінген соң, оның үстіне әруақтар қолдап жүрсін деп, аталарынан қалған сақтаулы тұрған киімдер, немесе кей жерлерде 7 түрлі жаңа киім, ел тізгінін ұстаған азамат болсын деп, аттың тізгіні, өз ортасында айбынды болсын деп, қамшы қойылады. Баланы бөлеген әже қолына қамшысын ұстап, шапқан сыңай танытады. Жанындағы кісілер әже қайда барасыз деп сұрақ қояды. Ал әже болса, Меккеге барамыз, байдың ауылына барамыз, күн астындағы күнікейдің ауылына қыз айттырып барамыз деп жауап қайтаратын. Жиналған әжел барлығы бірге қосылып, бесік жырын шырқайтын болған. Ол жыр нәрестеге айтылған тілек, бата іспетті. Осыдан ақ бесік жыры тәрбиенің бастау бұлағы екенін аңғару қиын емес. Бүгін балаларымызды манежге салып, Қытайдың ойыншығын беріп, смартфонмен шетелдің өлеңін тыңдатып, тірлігімізді істей береміз. Ертеңіміз бұлыңғыр. Қайда бет бұрып барамыз? Балаға қарасаңыз, темір тордың ар жағында отырған тұтқын тәрізді. Ақ бөпем-ау, ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем. Жылама бөпем, жылама, жілік шағып берейін. Байғұтанның құйрығын жіпке тағып берейін. Ұлағаты тұнып, қадір қасиеті бойына сіңген ұрпақ өсіруде әженің әлдейінің маңызы жоғары. Бесіктен ажыраған келешек, әлдейін қайда аға әже деп сұраулы жүзбен қараса, не деп жауап берер едіңіз? Қара шаңырақта өскен қазақтың қара баласы бұрышқа да атырмастан, бұрышсыз үйде, қоршаудың ішінде қалмастан, ақ бесікте іңгәлап өспеп беді. Олардың жаманы қайсысы? Ендеше біз неден қорқамыз? Жүректің соққан дүрсіліндей, бесіктің де тербелісі тоқтамасыншы.